Сәлем достар. Әр апта сайын менің каналымда жаңа рецепттер шығады. Әр шыққан видеоны көру үшін менің каналыма тіркеліп, колокольчик батырмасын бассаңыз сізге видеолар шықты деп уведомление келетін болады. Ал бүгін сіздермен осындай ерекше, дәмді, оңай жасалатын тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 дана пиязымызды алып, майда көбік етіп турап аламыз. Пияздың бетіне 500 грамм тартылған сиыр етін, жарты ас қасық тұзды және қара бұрыш салып араластыру қажет. Картопты осылай видеода көрсетілгендей етіп, жұқа домалақ етіп тураймыз. Ыдысымызға тамағымыз жабысып қалмас үшін осылайынан өсімдік майымен майлап алып, жаңағы турап алған картоптарымызды осылайынан қойып шығамыз. Картоптың бетіне тұзды себіп, жаңағы дайындаған пияз қосылған фаршымызды осылайынан жайып шығамыз. Фарштың бетіне қайтадан картопымызды қойып, оның бетіне тұз себу қажет. «150 мг сливкеге 50 мг су қосып, араластырып, дайындап жатқан асымыздың бетіне құямыз. Сонда сочный, дәмді болып шығады. Ал егер сливке болмаса, қаймақ немесе майонез қолдануға болады. Тамағымызды осылайынан фольгамен жауып, духовкада 200 градуста 50 минут пісіреміз. Духовкадан асымызды алып, бетіне үгітілген сырды себіп, қайттан духовкаға 10 минутқа саламыз. Сонда сырымыз еріп, қызарып шығатын болады. Асымыз дайын болды, ас болсын.